Қайырлы күн баршаңызға. Қазір үй жағдайында осындай саннан кепси жасап көрсететін боламын. Бізге керегі осындай паприка, тұз, сұйық май, бұрыш, 1 литр су керек болады бізге. Не осылай саламыз. Тұзын салам. Бұрыш салатын болам. Сұйық май құям. Үстіне мынандай 1 литр суды құямын. Міне осылай құстың саны бір күн бойы тұрды осылай. Енді қазір судан шығарып, ұнға аунататын боламын. Осылай ұнды салып алдым. Енді ұнға осындай острый дегеннен қосатын боламын. Көп қоспайсыздар, бұл себебі деген ащы. Мен осылай құстың сандарын алып, ұнға салып бұлғап алатын боламын. Кептірілу керек. Онда осылай ұнға араластырып алдым. Енді қазір клеарын дайындайтын боламын. Осылай дайындап жатырмын. Құттай су құям үстіне. Осылай араластырдым. Сумен жұмыртқаны араластырып қойдым. Енді қазір тағы ұн салатын боламын үстіне. Осылай столовый ложкамен 2 қасық ұн салдым. Қазір араластыратын боламын. Осылай араластырып қойдым. Ұнымды, жұмыртқамды, тұзды. Қазір осыған тауық қан аяқтарын батырып алып, майға қуыратын боламын. Батыратын боламын осылай. Осылай қызып тұрған майға қуырып алатын боламын. Осылай қуырып алатын боламын. Осылай қуырылып жатыр. Баяу отта пісіресіздер осылай қуырып. Достар, менің чикенім осылай шықты. Тауық сандарынан жасап көруге кеңес берем. Өте дәмді, өте қытырлақ болып шықты. Достар, менің чикенім осылай шықты. Өте жұп-жұмсақ, дәмді, қытырлақ. Достар, менің чикенім осылай шықты. Өте қытырлақ, дәмді болып шықты.